Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен медовый торт жасаймыз. Ол оңай дегенде өте оңай. Біз ол үшін 2 жұмыртқаға қант қосамыз, сода қосамыз, және бал қосамыз. Сары майдың да керегі жоқ. Енді бұны отқа қоямыз. Мінекей біз отқа қойып алдық. Енді біз оны тынымсыз араластырамыз. Бұл қоңырлану керек. Отымыз ақырын болу керек. Егер де отымыз қатты болып кететін болса, жұмыртқамыз пісіп кетеді. Мінекей осында аппақ көбік болды. Бұрқырап қайнамауы керек. Енді мен бұны өшіремін. Енді біз бұны салқындатуға қойып қоямыз. Мінекей біздің массамыз суыды. Суығанда қатты салқын болып кетпеу керек. Енді үстінен ұн қосып қамыр жасаймыз. Араластырамыз. Мінекей достар, бізде мынандай жұмсақ, жылы әрі қолға жабысатын қамыр пайда болды. Енді біз оны 4 бөлшекке бөліп аламыз. Мінекей біз қамырымызды күлшелеп алдық. Біз астына ұн себеміз, себебі жабысып қалмас үшін. Біз коржығымызды жайып алдық. Енді біз оны қызып тұрған пеште 3-4 минут пісіреміз. Коржықтар өте тез піседі, сол үшін де қарап тұру керек. Осылайша бәрін пісіріп аламыз. Достар, енді біздің коржығымыз дайын болғанға шейін біз оның кремін жасайық. Мен бүгін қаймақтан қантты араластырамын. Сіздер кез келген крем қолдансаңыздар болады. Мен оны блендермен езіп аламын. Мінекей достар, біздің креміміз дайын. Достар, енді тортымызды жинау ғана қалды. Мен торттың жан жақтарын алып тастадым. Крем құру үшін біз оны вилкамен кесіп шығамыз. Енді кремін жағып, тортымызды жинап аламыз. Достар, біз кремімізді жағып алдық. Енді біз коржықтарымыздан артылған коржықтарды блендерден езіп алдық. Енді біз оның бетіне сеуіп шығамыз. Мінекей достар, біздің тортымыз дайын. Өте нәзік, дәмді әрі ауызда ерейтіндей болып шықты. Егер де сіздерге менің рецептімді лайк басып андама жазылыңыздар, және де осы торт туралы комментарияға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.